Құрметті YouTube көрермендерім, бүгін сіздермен бірге бір ерекше бір салат жасайын деп тұрмын. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай баклажаннан және де кабачкимен. Кабачкиден бөлек жасаймын, әрине, салат. Баклажаннан бөлек жасаймын. Сол үшін видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Өте бір керемет салат бұл. Мына баклажаннан жасалған салатты мен шын айтқанда ресторанда жегенмін. Сол салатымды аузымнан дәмі кетпей қалған. Сол салатты сіздерге жасап көрсетейін деп жатырмын. Мінекей баклажанды турап жатырмын. Осындай жұқалықта 10 минутқа тұзға қалдырып қоямыз. Мына тұз себемді. Сосын араластырып, мына 2 жұмыртқамызды былай араластырып аламыз. Өйткені баклажанымызды осыған малып алу керек. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, мына дайын жұмыртқамызға былай малып, сосын мына сухарик, панировочный сухарик, мына именно осы панировочный сухарикға жасасаңыздар, керемет бір жегенде бар ғой, бір қытырлап, бір керемет болып тұрады дәмі. Осылай мұны жарып кетеміз, қуырып ала береміз. Чеснок бұжымақыны осылай өткізіп аламыз бәрін. Мінекей мына арасына өздеріңіз көріп тұрғандай мынандай сливочный сыр аласыздар. Мінекей. Именно осы сырды аласыздар. Өте бір керемет болады дәм. Мына сливочный сырмен чеснок араластырамыз. Мына сырымызды, чеснок қосылған сырымызды осылай ортасына жағып аласыздар. Сосын сол помидорымызды және де қайтадан бұлай. Мінекей, осылай бәрін қойып шығасыздар. Мінекей, жасап қойдым. Мұны бітіп, сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Мына арасына бұлай бәрін неғып өздеріңіз көргендей. Өте бір керемет болады екен дәмі. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. YouTube көрермендерім, мінекей, менің каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер, және де өз пікірлеріңізде міндетті түрде жаза кетіңіздер. Кабачкиімізден енді өте дәмді салат жасаймыз қазір. Мінекей, кабачкиімізді осылай турап аламыз. Мінекей, YouTube көрермендерім, бірінші мынау болгар бұрышын кесіп дайындап аламыз бәрін. Мінекей, болгар бұрышымызды осылай турап аламыз. Мінекей, чесногымызды осылай турап аламыз. Мінекей, бәрін турап алдық. Енді осыны қуырамыз. Бірге бәрін. Тұз қосып, азырақ тұзын қосып жібереміз. Сосын паприкасын қосамыз. Қара бұрышын. Аз-аздан. Мына кабачкиіміздің бетіне 4 жұмыртқадай алып, араластырып, бетіне құйып жібереміз. Жұмыртқасын бетіне құйып шығамыз. Бұлай. Мінекей жұмыртқамыз
пісті. Енді бетіне мына сырымызды салып шығамыз, сырларын. Енді шын айтқанда бұл біздің таңғы асқа да болады. Бұл салат ретінде жасаймын деген, бірақ негізі бізде бұл бар ғой, кешкі асқа болып кетті. Осылай жасағаным. Өйткені аяқ асты осылай придумать етіп жібердік. Осылай жасайық деп. Енді бір керемет болайын деп тұр өзі бір. Мінекей, құрметті YouTube көрермендерім, кабачкимен жасаған әрі салат сияқты, әрі тағам сияқты жасағанымыз дайын болды. Өте бір керемет болды. Енді оның біз үстіне бұлай кинза сеуіп жібереміз. Кинза кесіп, мінекей. Мен уже дәмін көрдім. Шын мәнінде өте бір керемет болды дәмі. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Қараңыздаршы, қандай бір